Барлықтарың ассалаумағалейкум, сендермен Нурислам, қалайсыңдар? В общем, осы видеода біз екі тиктокер, ютуберлердің аккаунтын көретін боламыз. В общем, видеоны до конца да кеттік ал бірінші аккаунтқа да кірдік. Бұл аккаунт кімдікі деп ойлайсыңдар ал? Конечно, бұл аккаунт деген бізде атышулы Рюбектің аккаунты. Прикинь, Рюбек осындай олдовский аккаунт ойнайды. Эмоциялар деген енді көз тоярлық эмоциялар екен. Барлық эволюциялар да болыпты өзіне керек. Мынау бізде Драбаштың эволюциясы. Осындай Скардың эволюциясының эмоциясы бар, да қазір дамытқан. Осындай Аканыкі да бар, базар жоқ. И осындай олдовский эмоциялар бар. Ойландаршы, олдовский мынау бізге шықпады ойынға. Осындай детский олдовский эмоциялар Рюбектің аккаунтында бар екен. Складқа кіргенде бірінші осы наборлы тұрады екен, осындай динолар бар екен ода. Базар жоқ, осы жасыл дино пайди инкубатор. Мынау да тоже инкубатор, еще ең қымбат инкубатор емес пе, да, осы. Базар жоқ, но отеческий синий бұл да инкубатор, ең топ маскалардың бірі. Ал маскаларға келетін болса, осындай отеческий синийдің маскасы бар. Мынандай тоже, но пропуск па не еді, ұмыттым нақты, я пропуск па еді. Мынау тоже пропуск бұл есінде, игровой. Мынау енді Сакура ең бірінші пропуск, ең олттарда ғана бар, бұл сирек кездеседі, әлі ойынға шықпаған. Пропусктардың көбісі әлі ойынға шықпады ода. Ал киімдерден ең көзге түсетіні осы Сакура. И мынау сап-сары, бұл алмазын жеп атау есімде жоқ нақты. Мынау енді пропусктарына көрсетіп қойдық. Және қара водолазка бар, ойландыршы. Бұл черный водолазка да тоже олд, бірақ ойынға шығарып тастаған. Мынау не пальтома, мен ойлану. Мынау білмейді екен қайға шыққан, бірақ онша емес набот сияқты. Мынау бұл енді олдовский. Бұл да тоже олдовский. Бұнда шыққан. Көп адамда да бола бермейді болды, бірақ қатты күшіне ұры болмаса да әйтеуір сонда аккаунттың сән келтетін олдовский набор. Мынау немен өлі, мынау қашын шыққан бір вообще мен білмейтін нәрседе жинап алыпты. Мынау енді ұнайтын набор, өте детский наборлардың бірі, маған қатты ұнайды. Мынау енді олдовский, бұнда мастер зауытларға жеткен жерден киімдер. Мынау да енді тоже олд киім, жалпы өңшең олд киімдер бұл аккаунтта. Бір ол тигрек ойнаған Риодан алдым. Мынау енді ема таза фастерлердің, хайлайтерлердің киетін спортивкісі базар жоқ. Мыналар енді бұрынғы сезондағы сондай золото мастерге берген киімдер. Ал енді шалбарларға келетін болсақ, бізде осындай красный штанянгалар бірден көзге түседі. Ең топовый бәріне ұнайтын шалбарлардың бірі пуховик. Одан кейін барып бізде жазуы бар ма екен бұл аккаунтта, ең главныйлардың бірі ғой да, жазуы жоқ болса білмедім енді. Мынандай топ аккаунт мынау жабысқан шалбар, тоже фастерлер киетін шалбарлардың бірі. Мынандай аккаунтта жазбай болмаса білмедім мен. Да, мінітір екен ғой, да, базар жоқ, өзі сақын жетіп қойған екен. Ал кроссовкаларға келетін болсақ, бізде көзге түсетін бірінші Данк Мастер, ең топтардың бірі. Шлевка мынандай красный бар екен, базар жоқ, ең күшті кроссовкалардың бәрін жинап алған. Жалпы бұл аккаунтта склад жағынан проблема жоқ екен. Ал енді өзіміз бір сет қарап көрейік та, осы топ аккаунтпен басқа обязательно осын келеміз. Сакураны үстімізге мынау давай басқасын киейік, мынау нормально жоқ. Давай Сакураның өзін кесілайық үстімізге де. Шалбарға тиіспей қойға әдемі үйлесті. Так, кроссовкаға осы красный кесілайық, давай. Мені топовый осында сет шықты. Мынандай сетпен ойнап көрсең, мынандай аккаунтың болса арманың жоқ. Айтпақшы, осы аккаунттар Рюбек өзі ойнау үшін сатып алмаған. Бұл аккаунттар Рюбек өзінің подписчиктеріне ойнатпақшы. Так что сендердің барлықтарында осы аккаунтпен ойнауға шанстарың бар. Ол үшін просто Рюбектің телеграмына өтулерің керек. Сол телеграмға скоро осы аккаунтта қалай ұтып алуға болатындығы шығатын болады. Маған бәрінен бұрын Авамен фондары қызық болып тұр. Олдовский бұрынғы Авамен фондар. Ал дайынсыңдар ма? Қараңдар ал, еман ойландаршы, осындай олдовский ава фондар бұл аккаунтта бар, ойландаршы. Ең бірінші көзге түсетін нәрселердің бірі ғой, сен біреуді өлтіріп кетсең де, осылай сен қарап отырған кезде бірінші көзге түсетін нәрселердің бірі осы авамен фондар. И бұл аккаунтта жағдай мощный. Ең қызық жерлердің бірі оружиялары. Ол оружияларда бізге көзге түсетін бірінші осындай МК бар екен, ойландаршы. Скорость 2 рейтингте бәрін айтасың. Мынандай АК бар, бұл да тоже эволюция. Мынау М4 бұл қызық емес, мынау Скар Мегалодон да. И онымен қоса бізде кезінде бәрінің қолы жете алмай кеткен Скар Купидон, ойландаршы кезінде. Мынандай эмапсы бар екен. И бұнымен қоса тағы мықтылардың бірі осындай Санта бар екен. Санта скин ең мықты эмапстардың бірі. Юмпиге ең маңызды оружиялардың бірі ғой. Юмпиге осындай коробка скин, ең мықты скин деп ойлаймын. Осыны Скоростенс 2 екен. MP5-қа да осындай инкубатор екен да, инкубатор ғой, қателеспесем. MP40-қа осындай механический скин екен. Драбаштар деген ең топовыйларды деп ойлаймын. Қараңдар, осында драбаш бар. Инкубатор жеке ең мықтылардың бірі Скоростенс 2 и жасыл драбаш. Ойлаймын да, Скоростенс 2 инкубатор жеке кезінде бәрін шолатқан. Бұл да тоже сол. И мынау білдім қандай скин
істеген екен, айтады бұл да сондай эффективный істеген екен, мықты болса керек бұл да. Там қымбат алмазға түсіретін, мынау оружейный джекпотта болған, кімнің есінде бұнда айтады, бәріне ұнайтын скин болған бұл да тоже. Двухсылкалар енді айта алмадым, патологияны мынау бірден 300 скинді албаған екен. Двухсылкалар осы скин редко ғой, пайда аз. Бұл 300 скинді алып алған екен, енді базар жоқ. Маған қарасыңдар, ойлаңдар, дигылға мынандай скин бар екен, прикинь, бірінші рет көріп тұрмын мен. Битер етпен мен ойланы, жарынный, прикинь, осындай жарынный дигл дейді, базар жоқ, жарынный рипка ма немен өлі. В общем, дейтін обзор осымен бітталар Юбектің аккаунтына. Ал енді біз келесі ютубер, тиктокер шының аккаунтына өту үшін ал үшкенін санайық. 1, 2, 3 деп қоясың, көрдіш. В общем, дейтін бұл аккаунт бізде Амаяның аккаунты. Кіре салып осындай таңатетіске аккаунт екен көріп тұрдық. Пақ шыткын десе, не деген эмоцияларынан бәрі, өңшіңінде эволюциялардың бәрін жинап алған екен. Базар жоқ маңырда, двухсылканың эволюцияда по идее эволюция ойдың ода. Общем, андай да эволюцияда албаған. Базар жоқ кезінде мына тегін берген есін бәйтеді, ютуберлер, тиктокерлер бәріне. Мен ойлаймын, мынандай да шыққан ба, базар жоқ қолға отырып алған ба. Базар жоқ өйсті, бір келсеп, етіске өйсіп демалы отырдасына көрді, бір тірлік бітіріп қойған адам құсапшы. Мынандай да эмоцияларды бар екен, бұда осындай барабан ұратын базар жоқ. Новый эмоциялардың алатын бәрі по идее. Білмейді екім көбісін, диванда да отыратын эмоциялар шығып кеткен мәне. Базар жоқ. Наңғадан қайталап көрсетем, бұлай сұлғы отырады, сосын бір инопланетян қасына желбедеді. Одан қасына келеді, үстіне шай төгіп алады ғой, кәді шешесіне. Базар жоқ. Қайталап көрейші, таза прикол екен, желбедеді жанына кеп. Кейін стаканын алады, төгіп жетеді үстіне кәді. Базар жоқ, таза айқағарын алған эмоция екен. Складында деген набор жетеді, қарында мынандай красный клоун. Одан бөлек мынандай динозавр бар еще дейді. Мынау бар екен, ойлаңдаршы. Тоже ол набордан бірі шапка прическалардан келетін болса, мынандай ақ прическа бар екен. Мынау пропуск бар екен, базар жоқ. Олдқа жата ма жатпай, мен білмей айтады, нормально. Соңғы шыққан ең әдем пропуск осы болған шығар, бұдан кейін шайып кетті бәр. Мынау да бар екен, біраз қыздың арманы болған набор. Мынау прическа базар жоқ. Набор бір жерден көрген сияқты, бірақ есіме түспей тұр. Мынау бар екен, біреген. Мынау ол пропуск бұл да тоже базар жоқ, алынбаған екен. Мынау бар екен, ойлаңдаршы, ең қымбат инкубаторлардың бәрін алынбаған, базар жоқ. Мынау пропуск по идее, агент лапки деген пропуск әлі есінде. Жалпы көрсете өсің көп, жалпы өздерінің көріп аласыңдар қатырып, мен өткізіп өзіме керектерін көріп алайын дейін, атак дейтін көрсете өтсең уақыт кетіп қалады, итак видео зақ. Мынау иньян, базар жоқ, иньян да болған, ол да қыз да бар ойлаңдаршы. Негіз бұны көрсетсең, отырта бітірсің көрсетеді, осы дейтін бетек ең дұрыс варианты. Мен сендерге тек қана ұлдардың киімдерін көрсете салайын, қыздардың киімдері ешкімге қызық емес деп ойлаймын, по идее. Чисто мужской киімдерді көрсетіп шығайын мен сендерге. Айка деген фастет кісет құрап қойған екен, андай базар жоқ, SMS ойнап любой айран деген сет қойып. Деймін, ақшаш кезінде бәрін арман оған. Полный набормен екен, бұл бұннан бар Айкада по идее есінде. Бұнда да тоже обзор істеген білетіндері бар болса, бұннан бар енді кейін шығады жүрді. Шашқан жады. Мынау енді Санта Клаус. Мынау енді прическасы әдем ағанды да осының бар ғой прическасы. Сосын дейтін мынандай набор бар екен. Нені түс ауса ма? Типа, түс ауса деген прикинь. Мынау аккаунтқа кіріп кеткеннес, емайы. Әп-әдем обзордың бұрыштың шығады ғой. Мынаны талбаған екен, базар жоқ. Бұл тоже цвет ауысырады, бұл да көк, қарынды деп базар жоқ. Типа, сайынара бой сияқты ғой. Сондай үшін дейтін, так сайынара бойдың өзі де бар екен. Кезінде дейтін, ең шыққан кезде бәрі түсіріп алды емес па да. Мынау киім бар екен, базар жоқ. Мынау киім бар екен деп қойын, білмеймін де қойшы. Осының дейтін, андай қымбат событияларда бұл ерлердің киімдердің бәріне бар, инкубаторда бар, мынау бар мәне. Базар жоқ үшін. Өзі де керек емес, керек емесін де сатып алған үшін дейтін, керегі бар, керек емесі бар. Қандай киім кигісі келеді, соның бәрін ала берген ғой көретші. Мына көгінде бапты бағана, красныйын да көрем, көгінде албаған екен. Базар жоқ деп шашап кеттік қой. Мына набордан бөлеге ыстық болып көрінеді, өзімен не үшін десіңдер. Осым дейтін сен екенен историясын айтып берейін, жарылқап күліп, осым видеоға дизлайк қойып көтпеңдер, сонда да айтып берейін. Осым басқа кемдерді көрсетіп берейін оған дейін. Осым дейтін сол бағана көк наборды бұрында алмазын жекпетқа қойды ғой. И сол уақыттарда, короче, магический куб береді бесплатно. Сол магический кубты мен түсінбеймін ғой енді ол уақыттарда енді. Сөйтем да, магический кубқа соны сатып алдым ғой, бірақ ол кезде магический кубта
банди, топик-дог деген барлық наборлар болған. Соның бәрін мен алмай именно осы бағана говно набор сатып алғанмын ойландыршы. Анау анимеде кім емес па? Шығарған ба ана? Или ол емес па? Анау сол ғой? Атын ұмыттым ше, бір аниме бар осы. Сол анимеде кім оны? В общем, дейтін амаян аккаунтында кім көп екен, сол обзорды істей беріп, аузым шаршап кетті. Аузым шаршап сәл демалып алған. В общем, дейтін обзорды көріп алды, тез мен оған дейін бір әңгіме айтайын сендерге. Әңгіме дейтін әңгіме де жоқ. В общем, новый YouTube канал ғой, новый YouTube канал салынып отыр ғой. Сол бір кішігірім эксперимент болсын, сен қай жерден көріп отырсың, соны жазып жібер ал комментарийге. Қазақстаннан көріп отырсаң, Қазақстаннан көріп отырмын деп жаз. Өзбекстаннан болсаң, Өзбекстаннан көріп отырмын деп жаз. Қарақалпақстаннан болсаң, Қарақалпақстаннан деп жаз. Болмаса Қырғызстаннан болсаң, в общем, Қытайдан көріп отырсаң да, Марстан көріп отырсаң да, в общем, комментарий жазып кетсең, аяқтан көріп отырдым деп. Мысалы, мен мына видеоны Марста түсіріп отырдым да, енді мен жерлестерім болса Марста тұратын, сол жазып кетінде деп жатқан ғой, Марстан көріп отырдым видеоны деп ше сол. Сол үшін дейтін аузым шаршап кетті, қашан бітетіні киім обзор. Білмеймін, біраз уақыт видео істемеген екен ба, кәдімгідей шаршап қалдым, сәл видеоның басын шаршап қалдым. В общем, дейтін сәл дейтін өстіп дейтін уақытты үнемдемесек әйтпесе біраз уақыт отырайын деп тұрмын, осы озвучканы істеп. Одан да өз видеоны сәл тез қойып, әңгіме айтып, обзорды көріп санда деп отырмын да. Сендер рахмет айтыңдар, негізі әшейін музыка қойып қойып, обзор қойып қоймағаныма. Бірақ, хотя музыка қоя саған дұрыс сияқты, негізі бүйтіп қуып отқанша. Тағы бір прикол айтып жіберейін, осындай кезде баяғыда бір қоян болып терчесіне қайтыс болыпты, үшін дейтін сондай приколдар бар. Тағандай прикол бар еді. В общем, дейтін прикол бітіп қалды, в общем, складқа обзор бітті ал енді ал. Ал енді көптен күткен оружияға скиндерін көрейік ал. Кіре салып МБға осындай скин көреміз. Ал АКға эволюция алып апты. Скарға Скар Мегалодон деген эволюцияны алған. И бұған қоса ода деген Скар Титан бар ойғандады. Ең олдовский кезінде бәрінің арманы болған скин. Мынау Гразаға осындай прикольный скин бар екен, бар жоқ, бұл көп адамда кездесетін скин па еді. Даже Фамасқайдың осындай эффективный скин алған. Мынау X78-ға да осындай эволюция алған. Ан-94-ке де осындай эволюция бар, ойлаңдаршы. Юмпиге осындай купидонский скин бар. И бұған қосып, плюс ода осындай сары инкубатор ма или эволюция ма, нақты есіме түспей тұр. MP5-тен мынау енді точно эволюция есінде, мынау сәбіз. Прикольно осындай MP5 бар. Барды жоқ, мынау тоже инкубатор, мынау енді сары MP40 ойлаңдар, енді сары MP40 осындай кобра скинде бар. Мынау инкубатордағы бүкіл MP40 табылған екен, жасыл көк, мынау механический, енді кезінде бәрінің арманы болған скин тоже. Мынау Томпсонда бәрінде бола бермейтін скин тоже бұлда табылған екен. Драпаштарды да тоже осындай детский скиндер екен. Мынау қызыл тоже, мынау қандай скин. Бірінші рет көріп тұрдым, скітесінсекі. И эволюциясы да бар екен драпаштың. Ең маңыздылардың бір двухстволкаларға келетін болсақ, 4-1 скин албаған екен. Двухстволкаға АВМ-ді қараңдар, ема, урон 2. Ең мықты скин шығарды, анау Free Fire бойынша АВМ-ді де ең мықты скин осы пайызы. Мұны коррект, енді маңызды емес деп ойлаймын бұлар. Татагөспене құлақтарға да скин алыпты, бақанда 7 скин ойлаңдаршы. Ал стинкалардан енді 49 скин алыпты, басы жоқ өздерін көріп аласына деді, мынаны бәрін көрсетсең қазір. Көрсетер деп тұрсың, общем дейтін 49 скин аз емес, қалаған ойнайсың енді. И общем дейтін біздің обзор видеомыз осымен бітті. Егер видео ұнаған болса, ұнамаса да, общем лайкты басыңдар, каналға жазыңдар, и комментарияға тез комментарияларын жазып кетіңдер. Общем дейтін шайып кеткен жерлерім болса, тым мән бермеңдер, ренжімеңдер. Общем келесі видео қызық болады деп ойлаймын. Общем дейтін всем удачи, давайте.